Қайырлы күн достар, қалайсыздар? Ораза қабыл болсын. Міне осылай ісіп әдем болып шығатын кекстер дайындайтын боламыз. Қаймақтан дайындаймыз. Ең алдымен ол үшін 180 грамм қантымыз керек болады. Содан соң 2 дана жұмыртқамыз керек болады. Бұл массадан менен 12 штук кекс шықты. Не осылай жақсылап, қант ергенше жақсылап араластырып алатын боламыз. Дәм өте керемет болып шығады. Жасап көрсеңіздер болады. Менің арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, осы кексті жасап көріңіздер. Осылай жақсылап ерітіп аламыз қантын. Содан соң қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Бізде магазиннің қаймағы 20% қаймақ болуы шарт. Осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Содан соң ерітілген майымызды үстіне құйып, онда жақсылап араластырып аламыз. Түйіршіктер қалып кетпеу керек әрине. Менде май толық ерітілмегендіктен кішкене түйіршіктері қалып кетті. Осылай жақсылап араластырып болған соң, електен өткізілген ұнымызды салып, оның үстіне разрыхитель тістімізді салып, осылай жақсылап араластырып аламыз. Мен кекстің шоколадный болғанын қаладым, сол үшін де какао араластырып жібердім. Егер де сіздер какао араластырып жасағыларыңыз келмесе, жай ғана өзінен жасай берсеңіздер болады. Ол кезде оның кішкене 30 граммдай көбейтіп жасайсыздар. Міне көріп тұрғандарыңыздай, оның екінші бөлігін салып жатырмын. Сіздер де осылай жасап, жақсылап араластырып аласыздар. Содан соң менен соңында мейіз қосып жібердім. Егер сіздерге ұнаса, сіздер де қосып жіберсеңіздер болады. Әрине өз қалауларыңызға қарай. Осылай мейізді салып болған соң жақсылап араластырып, силиконовый қалыптарға құятын боламыз, формаларға. Немесе өздеріңізде бар қағаз түріндегі кекстің ыдысына құйсаңыздар болады. Ол кезде де жақсы көтеріліп шығады. Әрине алдын ала 180 градуста қысып тұрған пешімізде 30-40 минутта пісіп шығады. Сіздер өз пештеріңізге қарай қоясыздар. Менде уже пісіп шыққан кезі. Сіздерге ас болсын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет. Арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып кетсеңіздер болады. Мен мына жерде қалған қаймақтан крем жасадым. Соны бетіне осылай құйып жатырмын. Оның да рецептісін бөлісетін боламын. Сіздерге ас болсын, сау болыңыздар.